Сайын Мұратбеков. Жусан иісі. Повесть. 3 бөлім. Қызық еді Аянның мінезі. Бірде түн ортасында дәл ұйқыға жатардың алдында далаға шыққам. Көшеде сырғанақта біреу зулатып шана теуіп барады екен. Жым-жырт, айлы түнде әлгі бір ғана шананың өзі гүрілдеп, жер көшіп келе жатқандай дүбір шығарады. Шыдай алмай жүгіріп сырғанаққа бардым. Міне қызық, шана теуіп жүрген Аян екен. Ай жарығында анық көрінді. Жүзі жайнан қағып, екі иінінен алқына дем алды. Тонының екі етегі далпылдап, шананы көшенің басына қарай сүйрете жүгірді. Мені көріп бұрылды да: «Жүр, ойнайсың ба?» деп дауыстай сөйледі. «Қойшы, түн жарымында есі дұрыс адам ойнай ма? Ойнағанда қандай? Төй, сен өзің мынадай айлы жарық түнде шанамен сырғанаудың қандай керемет екенін білмейді екенсің ғой. Айлы түнде шанаға сиқырлы қанат бітеді», деді де Аян жүгіре жөнелді. Сәлден кейін көшенің басына шығып ап, тағы да жер көшкендей қып, бүкіл ауылды жаңғырықтыра гүрілдетіп шанамен төмен қарай жұлдыздай ақты. Дәл мен тұрған тұста кішкентай төмпешік бар болатын. Зулап келген шана әлгі төмпешікке жеткенде есікпен төрдей жерге бір-ақ ырғытты, табаннан от жарқ етіп өте шықты. Аян қолын көтеріп «Ура!» деп айқайлады. Маған шынында ол теуіп жүрген шанаға сиқырлы қанат біткендей көрінді. Жүгіріп үйге келдім де қараңғы ауыз бөлмеден бос тұрған шелек легенді даңғыр-дұңғыр еткізіп шанамды іздей бастадым. «Ойбай, ұры ит кіріп кетті ме?» деп үйден апам шыққан. Менің шанама жармасқанымды көріп: «Сенбісің? Нені қиратып жүрсің?» деді таңырқап. «Апа, шана тебем». Апам шошып кетті. «Тайтары, осы жеті түнде шанасы несей мынаның? Бірдеңе көрінер мынаған, елден ерекше», деп ұрсып берді. «Я, әне Аян сырғанап жүр ғой». «Аян? Ой, желкен қиылсын сенің. Аян дейді ғой». «Аян дейді. Тастары». Апам шананы әрі түкпір бұрышқа қарай итеріп тастап, мені желкемнен бір түйіп: «Жат төсегіңе. Ертеңде күн бар». Мен сүмірейіп кеп, тер алдына атаммен қатарластыра салынған төсегіме жаттым. Көпке дейін ұйықтай алмадым. Көшенің басынан аяғына дейін зырқыраған шананың дүбірі дәл біздің үйдің іргесінде жүргендей жерді солқылдатып естіліп тұрды. Сол күні қанатты шанамен ылди өрге бірдей зулата сырғанап жүрген Аян түсіме кірді. Сөйтіп Аян бір қулық тауып алды. Енді ол күнде кешкісін бізге сол күні ойлап шығарған жаңа ертегісін тездетіп айтып бітіреді де біреуіміздің шанамызды сұрап ап түннің бір уағына дейін сырғанақта жападан жалғыз ойнайды. Бір күні күн бұлттанып, оңынан баяу ғана ызғырық жел соғып тұрды. Қараңғылық ерте түскен. Бізде дағды бойынша ауыл үйлері шам жаға бастаған кезде ат қораның төбесіне жинала қалды. Аян бұл күні өте көңілдеді. Бәріміз жапа тармағай ешкі сирақ шылымды орауға кіріскенбіз. «Әй, мен сендерге бір қызық айтайын ба?» деді ол сүйінші тұрғандай қуанышты үнмен. «Мен бүгін таң алдында түсімде ағамды көрдім. Рас айтам, түнде жатарда ағамның пальтосын басыма жастап, көпке дейін иісін иіскеп жатқам. Ағамның иісі сіңіп қап, бір түрлі жусанның иісі сияқты жақсы иіс. Мен бүйтіп жағасынан мұрнымды тығып алдым да ұзақ иіскедім. Әжем ылғи, ағаңды анау жусан төбенің үстінде мал қайрам деп жүргенде айдалада тапқанмын deyip, менің ағамда жусанның иісі содан қалған. Сөйтіп жатып ұйықтап едім, түсіме кірді. Мен де ылғи көкемнің пальтосын жамылып жатамын. Менің көкемнің пальтосында да жусанның иісі шығып тұрады», деді бір бала. Сөйткенше болған жоқ. Тұс-тұстан жамырай дуылдап, соғыста жүрген әкелеріміздің, ағаларымыздың үйге қалған киімдерін еске алып, олардан шығатын иісті сөз етіп кетті. Және бір қызығы, көпшілігіміз ол иісті жусанның дәл өзіміздің ауылдың іргесіндегі жусанның иісіндей естідік. Онан бір кезде Аян: «Менен де жусанның иісі шығып тұрады. Ағама тартқанмын. Міне, иіскеп көріңдерші», деп өз омырауына тұмсығын тықты. Біз дереу кезектесіп оның омырауын иіскеуге кірістік. Өзі айтқаннан ба, әлде шынымен солай ма, әйтеуір Аянның омырауынан да бұрқырап жусанның иісі шығып тұрғандай көрінді бізге. «Рас, жусанның иісі шығады. Қандай сүйкімді жусанның иісі», десті бір ауыздан. Онан соң әр қайсымыз өз омырауымызға тұмсығымызды тығып, өзіміздің иісімізді өзіміз иіскеп, жаңалға шыққандай: «Әй, менен де жусанның иісі шығады. Менен де. Міне иіскеп көрші. Тура жазды күні жусан төбенің иісіндей» десіп, жан-жақты шулап кеттік. Сәлден кейін басқа сөздің бәрі тыйылып, Аян ертегі бастауға кірісер сәтте есікбай тұрып: «Бүгін түнде Аянға шанасын кезек бойынша қосын беру керек», деді. «Иә саған, менің шанам сынып тұр», деді қос. «Әй, осы әлгінде ғана сынған, ештеңесі жоқ еді ғой». «Сынып тұр, түнде тебуге жарамайды. Керек болса өзің бер шанаңды». «Мен беріп жүрмін ылғи, беремін.
Ал сен неге бермейсің? Бермеймін деп күңкілдеп қосым сынып тұр. Жарайды қойыңдаршы деп сөзге Аян араласқан. Бірақ осы кезде Есікбай қосымның бас киімін жұлып ап лақтырып жіберді. Кет тырнауық мысық, айтпесе көресің деп кіжінді. Жарайды, қойшы Есікбай деген Аян тағы да басу айтып, не қоятыны бар? Кетсін, кәне кет деп Есікбай мелшиіп отырған қосымды теуіп қалды. Қосым жер көкті басына көтере азан-қазан қып бақырып үйіне кетті. Есікбайды сыбап боқтап, қазір Тұржан ағам айтам, бәлем деп бара жатты. Бұл күні Аян жалғыз көзді дәу туралы ертегісін бастады. Бұл оның бұрынғы ертегілерінен де әлде қайда қызықты еді. Түнерген аспан, ат қораның іргесінен әрі қарай үңірейіп жатқан қорқынышты терең құз. Күннің ерекше бір нұры құйылып жарқырағандай боп басқа бір дүниеге, ертедегі күлкіге толы қызық дүниеге айналды. Біраз жер жүргеннен кейін жетім баланың қотыр-тайына тіл бітіпті дейді Аян. Қотыр-тай тұрып оған: мынау алда тұрған асқар таудан күндіз құс ұшып өте алмайды. Қанаты күнге күйіп қалады. Тек түнде ғана ұшып өтеді. Сондықтан біз де түнді күтуіміз керек. Түнде маған да қанат бітеді. Сен тек жығылып қалмай, көзіңді тарс жұмып, менің жалымнан мықтап ұстап отыр. Мен көзіңді аш дегенде бір ағаш. Сонда мына асқар таудың арғы жағында мұнан гөрі аласа шошайған Қоңыртау көрінеді. Ол жалғыз көзді дәудің мекені дейді. Жетім бала Қотыр-тайдың айтқанын түгел орындайды. Түнде Қотыр-тайға қанат бітіп, асқар таудан ұшып өтеді. Бір кездері Қотыр-тай енді көзіңді аш дегенде, жетім бала көзін ашса, дәл алдында ақырайған теңселі қозғалып шошайған Қоңыртау тұр екен. Осы тұста Аян көзі шарасынан шығып, бізді жаңа ғана көргендей бәрімізге бір-бір қарап өтті. Жалғыз көзді дәу естіп қоймасын дегендей, даусын бәсеңдетіп сыбырлай сөйлейді. Біз болсақ, шөп қуысына тығыла түсіп, төңірекке жалтақтай береміз. Түн қараңғылығында шошақ бөрікке ұсап қарауытып тұрған ешкөлмес шоқысы енді бірде жалғыз көзді әулие мекен еткен үңгір тауға ұқсап кетті. Дәл қазіргі сәтте ол үңгір таудың ішінде жалғыз көзді дәу қорқырап ұйқыда жатқан секілді. Оның қорқырай алған демінен шошақ тау түндігін жел шайқаған киіз үйде көтеріліп, басылып, желпілдеп, бірде ары, бірде бері теңселіп, қозғалып тұрған сияқты көрінеді. Демімізді ішімізге тартып, қараңғыда теңселгендей боп тұрған ешкөлмес шоқысына көз тігіп, қарай беруге дәтіміз шыдамай, Аянға қараймыз. Қараңғыда бозарып көрінген жүдеу өңі, ол өзі айтып тұрған қиялдағы дүниені көріп отырғандай дірілдей шытынып, көзі жалт-жұлт етеді. Ызғырық жел онан сайын суытып, қар ұшқындай бастады. Тұтастан қап-қара аспан тұншықтыра салардай боп, ауыл үстін тұмшалап тұр. Ит үрді. Тура жалғыз көзді дәудің иті құсап, ұлып үрді. Апырай, жалғыз көзді дәу оянып кетер мекен деп зәре құтымыз қалмайды. Өстіп ертегі қызығына беріліп отырғанымызда шеттегі бір бала «Ойбай, өрт!» деді. Шөптің арт жағын ала азырақ желдің өтінде лауылдап от жанып жатыр. Бұл ат қораның төбесі күзде ғана сабанмен жабылған. Жанып жатқан сол сабан екен. Шетте отырған балалардың бірі шылымын сөндірмей лақтырып тастап, сабан судан тұтынса керек. Жел өтінде лезде лапылдап көтеріліп кетті. Не істерімізді білмей сасқалақтап, қорадан секіріп түсіп, тым-тырақай қаша жөнелді. Балалардың ең соңын ала секіріп түскен Аян «Ойбай, аяғым!» деп жан даусы шыға айқайлап жіберді де шоңқан етіп жата кетті. Бірақ біздің оған қарайлайтындай шамамыз жоқ. Ауыл жақтан «Аттан!» деп жер көкті басына көтере айқайлап, шолақ қол бригадир Тұржанда жетті. Армия қатарынан жақында ғана қайтқан. Сол құлын білегінен оқ жұлып өткен. Бірақ өзі аса қатыгез, мейірімсіз адам еді. Келген күні-ақ қан көріп, қаным бұзылып келді деп, үйіне жиналған қатын-қалаш кемпір шалдың зәресін алған. Бригадир боп тағайындалғаннан кейін жұмсағанда тілін қайырған талай әйелдер мен жасөспірім балаларды әлімжеттік етіп сабаған. Қазір сол Тұржан жүгіріп жеткен бойда қораның артында төрт бүктеліп шырқырап жатқан Аянды дәу табан керзі етігімен теуіп кеп жіберді. Аян қалпақша қалқып барып анадай жерге түскен. Тұржан енді оны қолындағы қамшымен тулықты сабағандай көміп алды да тағы да тептай кеп. Бас демей, көз демей былшылдатып тебе берді. Әуелде құлындағы даусы шығып шарқырап, ағатайлап, шыңғырған Аянның біраздан кейін үні өшті. Керзі етіктің астында жансыз заттай електеніп жата берді. Ауылдағы жұрт дүркірей жиналып кеп өртті сөндірді. Әлдекім келіп, бұл қысылқ етіп жатқан Аянды көтеріп алды. Қарт адамның даусы.
Иттің баласы пәшеске берген қолыңнан құнын осы қаршадай жетім баладан алайын деп пең? Ой есіркі, деп ақырды Тұржанға. Біз басқа балалар осының бәрін алыстан бұта-бұтаның арасынан сығалап қирап тұрдық. Дір-дір етіп шетімізден жылап жіберуге шақ едік. Елке еткен соң жасырынып бұғып-бұғып үйді-үйімізге тарадық. Үйге келсем төсектер салғылы, бірақ ешкім жатпапты. Атам екі көзі қанталап терісіне сыймай тырсылдап ашулы отыр. Апам көзін сығымдап жылап отыр. Не болды екен деп шошып бос арада тұрып қалдым. Өй, аузыңды ұрайын жаман неме, деді атам жекіріп. Тұржанның тепкісін Аянмен бірге көрсең етті. Жанында тіс шірік, көрінбе көзіме. Мен үн-түнсіз жер шұқылап босағада тұрдым да мұнан өзгеге ештеңе айта алмаған соң аяғымды сырт киімді шешіп төрге өттім. Тамақ сұрап ішуге бата алмай сыбдырсыз шешініп төсегіме жаттым. Сорлы жетімнің көрген күні сол да, деді бір кез анам ауыр күрсініп. Қорғары жоқ болған соң басынғаны ғой. Бұл Өржанның баласы кісі өлтірер. Иттің сұры жаман, сұрынан шошимын деп қойды атам. Таңертең ояна кетсем, апам жаңа сауып әкелген сүтін құрсаулы банкіге құйып отыр екен. Менің оянғанымды көріп, тұра ғой, мына жарты күрішкедей сүтті пешке қояйын, піскен соң алып іш, ал мына сүтті әлгі Аянға апарып берейін. Байғұс бала көкпеңбек боп қозғала алмай жатқан көрінеді. Киініп жарты күрешке ыстық сүтті апыл-ғұпыл іше сап, Бапай шалдың үйіне мен де жеттім. Аян есік жақтағы темір пештің түбіне төселген құрым киіздің үстінде кір-кір жұқа құрақ көрпе жамылып жатыр екен. Бір жамбастанған күйде қозғалар емес. Қамшымен тепкен тиген денесі көкпеңбек боп күлкілдеп ісіп кетіпті. Бет-аузы да сіңк, көзі кішірейе жылтырлап жаутаңдап жатыр. Домбыға кезерген ерін жалап қояды. Мен оның жаныма кеп отырдым. Ол да үнсіз, мен де үнсізбін. Бір-бірімізге жалтақтап қарай береміз. Енді бірде апам мен жүн түтіп отырған Бапайдың кемпірінің сөзіне құлақ түріп, байғұс баланың аяғын салдырдыңдар ма деп сұрайды апам. Жоға, әлгі шал ертеден бері зыр жүгіріп сынық салатын адам таба алмады. Асылбек сынықшы бар емес пе? Жолаушы кетіпті ғой. Сәл үнсіз отырған соң Бапайдың кемпірі Аянды кінәлай сөйледі. Жүгірмек-ай десеңші, өзіне де обал жоқ. Түн жарымынсыз бір қайтпайды ғой. Елден ерекше осыны алып бара жатқан ненің ойын екен білмеймін. Ойының осылғырдың. Ибай-ау, деп мұнан арғы сөзін сыбырға айналдырып жіберді. Осы үйді көрпесін осы шіртіп, есі кіріп қалса да, Бапайдың кемпірі қанша сыбырлай айтса да, соңғы сөздері бізге анық естілді. Қып-қызыл боп кеткен Аян тістене шытынып, басын бұрып әкетті. Іргеге қарап жатты. Ибай белім-ай, көп отырып қаппын ғой. Үйге кетейін, деді менің апам орнынан тұрып. Аян тәуір болғанша күнделікті бір күрешке сүтті бізден алып отырыңдар. Бапайдың кемпірі апаммен ілесе сыртқа шықты. Қосымды соғу керек дедім. Мен оңаша қалған соң Аян теріс қарап жатқан күйде, ендігәрі өлсем де темек тартпаспын деді. Тұржан жаман адам, қаны бұзылған. Бұл сөзіме Аян жауап берген жоқ. Әлде уақытта басын көтеріңкіреп маған, анау пальтоны әперші, дейді. Төрде ілулі тұрған қара пальтоны нұсқап. Мен осы үйдегі жалғыз орындыққа шығып пальтоны алып, оның алдына келдім. Аян басын жастықтан әзер деп көтеріп, екі қолы дірілдеп пальтоның жағасына тұмсығын тығып жіберіп, құшырлана иіскеп алды да, тезіліп қой, әйтпесе ұрсады, деді. Онан соң шалқасынан түсіп көзі бажырайып, кірпік қақпастан үйдің төбесіне тесірейе қарап ұзақ жатты. Қалың ойда жатқан сияқты. Өңі сұрланып, дірілдей дем алады. Абарық шырпының жіңішкелігінде қолымен домбыққан ісіктерін сипады. Бір кезде ғана ағам келеді ғой жақында әлі. Ағам келеді ғой жақында әлі. Сонда көрсетеді Тұржанға, деді. 10 шақты күннен кейін Аян төсектен тұрып жүре бастады. Тобығы тайған аяғын жер сыпырғандай көлденеңнен сүйретіп, солықтықтап басатын бұл. Мен оған, Асылбек шал келді ғой, аяғыңды салғызбайсың ба, дегем. Ауырады ғой енді, деді ол жабырқаған кескінмен. Ой, сен білмейсің ғой, тобығынды қайта салғызғанда қалай ауыратынын. Сұмдық ауырады. Енді ол күнде кешке қарай сырғанақтың басына кеп, ойын тарқағанша қалқиып тұрады да қояды. Ойынға араласпайды. Бір-екі рет мен де, Садық та шанамызды бергенбіз. Басын шайқап теппей қойды. Аяғым ауырады, деді. 3 бөлімнің соңы.